Достар, қайырлы күн. Мен Қандыағаш қаласы нөмірі 3 мектеп гимназиясы 3 Ә сынып оқушысы Бақытжан Нұрлы Нұржанқызы. Мен еңбегі адал жас өрен жобасы аясында өткізілген мамандықтар марафонына қатысып жатырмын. Маған сәттілік тілеп қойыңыздар. Ендеше дәрігердің бір күндік жұмысын менімен бірге көрейік. Ауруханаға кіреберісте тіркеу бөлімі тұрады. Мұнда дәрігердің қабылдауына тіркеу жүреді. Ендеше кеттік. Дәрігердің қабылдауы 2-ші қабатта жүріп жатыр екен. Ендеше кеттік. Дәрігер, кіруге рұқсат па? Ең бірінші көптен бері ойлап жүрген сұрағымды қойғым келеді. Дәрігер мамандығын қалай таңдадыңыз? Жалпы Нұрлы, дәрігер мамандығы бұл менің бала кезден келе жатқан арманым. Бұл арманымды орындау, жалпы дәрігер болу ол оңайға соққан жоқ. Бұл үшін мен жақсы оқыдым, үнемі ізденісте болдым. Жалпы адамдарға көмектесу, олардың ауруларын емдеу және олардың сенімін ақтау бұл мен үшін үлкен бақыт. Дәрігердің қабылдауы қалай жүргізіледі? Ендеше көрейік. Мен дәрігер мамандығын өте жақсы көремін. Себебі менің тәтем Аида дәрігер, ол адамдарды емдеп, оларды денсаулығын сақтайды. Мен тәтемнің жұмысына қатты қызығамын. Тәтем Аида науқастармен өте мейірімді сөйлеседі. Ол әр адамға мұқият қарап, көмектесуге тырысады. Кейде ол жұмыстан шаршап келсе де, адамдарға көмектескеніне қуанып жүреді. Мен соны көріп, дәрігер мамандығын одан сайын жақсы көре бастадым. Тәтем маған денсаулықты күту, таза жүру және дұрыс тамақтану туралы жиі айтады. Оның ақыл кеңестері маған өте пайдалы. Мен тәтем сияқты ақ халат киіп адамдарға көмектескім келеді. Болашақта мен дәрігер болып көп адамға пайда тигізгім келеді. Тәтем Аида менің үлгі тұтар адамым. Достар, осылайша мен дәрігердің бір күнгі жұмысымен таныс болдым. Дәрігер адамды емдеп қана қоймай, жүрекке жол сыйлайды. Бір күні мен де ақ халат киіп адамдарға көмектесемін деп сенемін.